Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте оңай 5 минутта дайындалатын корн-догтың рецептісімен бөлісетін боламын. Менің видеомды көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Сосискаларымызды осылай ортасынан бөліп аламыз. Bir жұмыртқамызды осылай тарелкаға салып, шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі сосискамызды ұнымызға, одан соң жұмыртқамызға, қайтадан ұнымызға, жұмыртқамызға, содан соң панировочный сухарийімізға салып, дайындап аламыз. Достар, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Өте оңай дайындалады. Сковородкаға майымызды қойып, орташа отта 2 бетін қыздырып қуырып аламыз. 3 минуттай қуырамыз. Асты орташа отта болуы қажет, немесе күйіп кетеді. Екі бетінде қуырып болған соң, тарелкамызға салып аламыз. Келесі сосискаларымызды қуырып аламыз. Достар, біздің осымен корн-догымыз дайын. Өте керемет болып шығады. Өте жұмсақ әрі өте дәмді. Әртүрлі соустармен жесеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын.